Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тыныс алу мүшелері. Ал сабағымыздың мақсаты адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау, тыныс алу жүйесін және оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау. Қазір сабағымызды мына өлең жолдарынан бастаймыз. Әрбір адам туысым, досым, жұрағат, әрбір сағат үйрену, ұғу, ұлағат, әрбір сөзін шындық, бірлік, адамдық, әрбір ісін тілек, тірлік, адалдық. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді өткен тақырыпты қайталау үшін кездейсоқ сұрақтар әдісін қолданайық. Ол үшін бірінші сұрағымыз: ас қорыту жолы дегеніміз не? Қалай ойлаймыз? Тамаша. Ал ас қорыту жүйесі қалай құрылған? Өте жақсы. Ас қорыту үдерісінің қандай маңызы бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Ал біздің ағзамыз тамақты қалай қорытады? Дұрыс айтасыңдар балалар, өте жақсы. Ал енді тыныс алу жүйесі туралы бейнероликке назарымызды аударайық. Адамның жоғарғы тыныс алу жолы мұрын қуысынан, жұтқыншақтан, көмей және кеңірдектің жоғарғы бөлігінен тұрады. Мұрын қуысы тыныс алу жолының бірінші бөлігі болып табылады. Бұл қуысқа кірер жол ауадағы шаң бөліктерін ұстап қалатын қысқа түтіктермен толған. Мұрын қуысын төсеп тұратын шырышты қабық кірпікшелі эпителиймен жабылған. Сонымен қатар оның құрамында көптеген шырышты бездері бар. Шырыш тозаңның ұсақ бөлшектерін, сонымен бірге бактерияларды және басқа да бөгде бөлшектерді ұстап қалады. Олар кірпікшелі эпителий кірпікшелері арқылы жұтқыншаққа қарай өтіп, ол жерде ас қорыту жолына өтеді. Осылайша мұрын қуысына түсетін ауа бір уақытта тазарады және ылғалданады. Мұрын қуысының шырышты қабығы қан тамырларымен жоғары дәрежеде жабдықталған және өзінің үстінен өтетін ауаны жылытады. Ауа мұрын қуысынан жұтқыншаққа, одан көмейге өтеді. Егер біз ауаны ауыз арқылы жұтсақ, жұтқыншаққа жететін ауа тазарған, ылғалданған немесе жылытылған болмайды. Көмей кеңірдекке апарады. Ол өкпеге баратын оң және сол ауа тамырларға тарамдалады. Өкпенің ішінде әрбір ауа тамыр біртіндеп жіңішке ауа тамырларға және бронхиолаларға бөлінеді. Сол арқылы ауа тамырлы дарақты түзеді. Бронхиола ұштарындағы тармақтары бірнеше тыныс алу жолдарын қалыптастыру мақсатында соқыр қапшықтармен аяқталады. Бұл өзектердің қабырғалары және кішкентай қапшықтардың үйі альвеола болып саналады. Балалар, бұл бейнероликтен не түсіндік? Дұрыс айтасыңдар, яғни бұл бейнероликте тыныс алу жүйесі жайлы айтылған. Яғни тыныс алуға қатысатын мүшелер тыныс алу жүйесі деп аталады. Оған мұрын, кеңірдек, ауа тамырлар, өкпе жатады. Ауа өкпеге мұрын не ауыз арқылы өтеді екен. Мұрын қуысында ауа шаңнан тазартылады, жылиды әрі ылғалданады. Сонымен өкпеге осындай тазартылған, жылынған ауа барады екен. Ал енді барлығымыз дәптерімізді ашайық. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Ол үшін сендер тыныс алу мүшелерінің суретін салып, аттарын жазып шығуларың керек. Содан кейін тыныс алу мүшелері қалай жұмыс істейді екен, оның қызметі қандай екенін түсіндіріп өтеміз. Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы жұмыс жасадыңдар. Ал енді серкіту сәтін жасау үшін әр топтан 2 оқушыдан шығады. Берілген нұсқаулық бойынша тыныс алу тоқтаған кезде адамға алғашқы медициналық көмек көрсетуді орындаймыз. Ол үшін нұсқаулыққа назар аударайық.
Кейде жақындағы біреуге алғашқы медициналық көмек қажет болады. Біз өзіңе немесе басқа адамға көмектесетіндей, алғашқы медициналық көмек көрсете алатындай ең жиі кездесетін жағдайлар туралы айтып береміз. Бірінші кезекте жағдайды бағала. Егер көмектесе алсаң, әрекет жаса. Көмектесе алмасаң, жедел жәрдем шақыр. Біреу есінен танып қалса, бұл талу. Жиі талудың алдында адамның басы айналады. Біріншіден, адамды жатқызып, оның аяқтарын көтеру немесе басын төмен түсіріп отырғызу, тар киімнен босату, таза ауаның келуін қамтамасыз ету, беті мен кеудесіне суық сумен себу, мұрнына мүсәтір спирті бар тығынды иіскету керек. Егер біреудің түйілуін немесе тұншығуын көрсең, Геймлих әдісін қолдануың тиіс. Тұншығып жатқан адамның артынан тұрып, қолдармен құшақта. Бір қолыңның жұдырығын түй, екінші қолыңды үстінен қой. Содан кейін 2-3 рет кіндігі мен қабырға арасынан қатты басып қал. Кішігірім сызат, жара, тілік, сүйел немесе жарылу пайда болды ма? Бірінші кезекте жараны ағын сумен жуып, қол астыңызда дәрі қобдишасы болса, жараны сутек тотығымен емдеп, тұмдап, құрғатып, таңғыш тартып таста. Егер біреу жарақаттанып қалып, және сол адамда қан кетіп жатса, ең бастысы қан кетуді тоқтату. Кішігірім қан кетуді жараны алдын ала жуып, емдеп, тұмдап, таңғыш тартып тоқтатады. Қатты қан кетуді бұрау салып тоқтатуға болады. Бұрау ретінде кез келген жұмсақ затты алуға болады. Күретамыр зақымдалса, қан кеткен орынның үстінен салады. Немесе көктамыр зақымдалса, қан кеткен орынның астынан салынады. Бұрау таяқ көмегімен қан тоқталғанша тартып байланады. Содан кейін аяқ қолда қанның келуінсіз қалдырмау үшін бұрауды кішкене қан кеткенше босату керек. Есіңде болсын, жараға қолмен тиіспейміз. Жарадан ештеңені алмаймыз. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді қазір топпен жұмыс жасайтын боламыз. Ол үшін әр топ мүшелері әр органның қызметін түсіндіру қажет. Яғни бірінші топ мұрын мен ауыздың, екінші топ жұтқыншақ пен көмейдің, ал үшінші топ өкпенің қызметін түсіндіреді. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді қазір жұбымызбен жұмыс жасайық. Ол үшін мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Неліктен өкпені жұп мүше деп атайды? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Ал тыныс мүшелері қайда және неліктен олай орналасқан? Мына суретке назар аударып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, ал сендер білесіңдер ме? Оң жақтағы өкпе, сол жақтағы өкпеге қарағанда сәл үлкендеу болады екен. Ал неліктен деп ойлайсыңдар? Себебі сол жақтағы өкпе 2 бөліктен тұрады, жоғарғы және төменгі. Ал оң жақтағы өкпе 3 бөліктен тұрады, жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Сол себепті оң жақтағы өкпе үлкендеу болады екен. Енді сабағымызды қорытындылай келе, сендер мына смайликтер арқылы бүгінгі сабақты білдіресіңдер. Яғни бірінші смайлик қиын болды, ештеңе түсінбедім. Екінші смайлик түсінбеген сұрақтар әлі де бар, ал сабақ ұнамаса бәрі де түсінікті, оңай болды деген сөз. Жарайсыңдар оқушылар, сау болыңдар.